Балам, сенді біздің өзіміздегі университетке бар. Мынандай аттестатпен сен грантқа ие боласың. Содан соң біздің разрезге келесің. Әке, әрине жылы сөздеріңізге рахмет, бірақ мен разрезге бармайын деп шештім. Қалай сонда барамыз? Әке, түсінесіз бе, мен Астанаға барып, хормен ән салу мамандығын бітіргім келеді. Одан кейін қаламызға келем. Бала, мен түсіндім. Сен әкеммен қалжыңдасайын едің бе? Жарайсың, балам. Жоқ, әке. Бұл қалжың емес. Жаңадан айтқым келіп жүреді осы сөз. Мұның не? Ол жай ғана хоббиің ғой. Біз жет атамыздан шахтерміз. Осы қаланы біздің отбасымыз салды. Сен соның бәрін де тастап кетпексің бе? Әке, ештеңкені тастайын деп жатырғаным жоқ қой. Түсінемін сізді де. Бірақ мен сол мамандықты бітірсем, қаламызға қайтып келем, музыкалық мектепке жұмысқа тұрам, қаламызды дамытуға үлес қосамын ғой. Бірақ сіздерден басқаша үлесімді қосамын. Әке, тым болмаса сіз бірдеме деңізші. Балам, жарайсың. Мектепті үздік бітіріп, одан әрі дамытқың келеді. Әкең сен туралы көп ойындайды. Жұмыс мамандығын игеріп, тұрақты жалақы алса екен дейді. Қалаға кетіп қойып, қайтып оралмай ма деп ойындайды. Осыдан қалағадан кетсең, қайтып келіп жұмысқа кіресің ғой? Кірем. Онда осы бетіңнен тайма. Рахмет ата. Әумин, айтқаныңыз келсін. Марат, бала кезінде сенің биші болам дегеннен ойыңнан айнытып едім. Сол ойыңда болғанда қаламыз көмір емес, басқаша болар ма еді?